Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы самсаның жасалу құпияларымен бөлісетін боламын. Ол үшін бөлме температурасындағы суға тұз және де 1 шай қасық яблочный уксусты құямыз. Яблочный уксус 6% болу керек. Жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұнды бірден салып жібермейміз, өйткені қамырымыз қатты болып қалады. Қамырдың басы біріккеннен кейін столдың үстіне ұнды сеуіп отырып, осылай алақанның көмегімен басып отырып, қамырымызды 10-15 минут қайтар береміз. Сол кезде қамырымыздың әбден қанып, жұп жұмсақ әрі қолға мінекей қарасаңыздар жабыспайтын қамырымыз дайын болады. Бірден қамырымызды жаюға кірісеміз, шеттерін басып шығамыз, бірінші ортасын баспаймыз, өйткені жаю барысында өзі-ақ ортасы бірден жұқарып кетеді. Қамырды жұп-жұқа етіп жаямыз, сол кезде самсамыздың қатпарлары әдемі болып шығады. Қамырдың ортасына сары майды ертеміз. Сары майға жаңағыдай 1 ас қасық тоңдатылған, ертілген, яғни іш майды қосып ертсеңіздер болады. Тура видеодағыдай етіп қамырымызды орап аламыз. Сыртынан салфан кигізіп, морозилкаге 1 немесе жарты сағатқа салып алып пайдалана берсеңіздер болады. Начинкасын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Менде тартылған сиыр еті, үстіне картошка және де пияз, татымына қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырдым. 1 сағат морозилкада тұрған қамырымызды алып, тура осы видеодағыдай етіп кесіп, бөліктерге бөліп алдым. Оның үстінен басып шығамыз. Осылай домалатып, одан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. Үстінен бассаңыздар, тура қатпарлары тура ортасында пайда болады сонда. Самсаларымызды 3-3 етіп түйіп шықтым. Самсаның қамырының жаңағыдай жақсы шығуы, ол яғни иленуіне байланысты қамырларыңыз тап-тастай болып қалмау керек, және де жұп-жұқа етіп жайылу керек. Егер қамырларыңыз қатты болып иленетін болса, самса піскеннен кейін қатты болып қалады. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, әдемілік үшін күнжіт немесе тмен сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште тоқтай дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Бұл жерде уксусты слойлар қытырлық болып тұру үшін қосады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір сіздерге ортасын болып көрсететін боламын. Бірақ менің бұл жерде самсам суып қалған, бірақ соның өзінде де қарасаңыздар, самсамның қамыры жұп-жұмсақ әрі қатпарлы болып тұр. Егер де самса ыстық болса, бұдан да қатпарлы болып, қатпарлары анық көрінетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна.